Қанның қоюлануы қандай қауіп тудырады? Қанның адам ағзасында қандай қызмет атқаратынын бәріне белгілі. Қан қоюланғанда бойыңызды әлсіздік билейді, басыңыз жиі ауырады, ұйқысыздық мазалайды, басыңыз айналады, ұйқыдан шаршап тұрасыз, ауа жетпей көзіңіз қарауытады, денеңіз тоңады. Қанды сұйылтуға талдың қабығынан дайындалған тұнба, түйе жоңышқа тұнбасы, талшын тұнбасы, жалбыз шайы, лимон қосылған шай, қызыл шарап, көк шай көмектеседі. Көк шай қанды сұйылтып тазалайтын қасиетке ие. Оның құрамындағы катехин холестерин деңгейін реттеп, клеткаларды жасартса, илік заттар қанның сапасыз түйіршіктерін өлтіреді. Ал Е дәрумені жасушаның жаңаруына ықпал етеді. Қанды сұйылту үшін зімбір қосылған көк шай ішкен пайдалы. Оны дайындау үшін зімбірді тазалап, майдалап, кесектеп турайсыз. Үстіне су құйып, отқа қоясыз. Бірнеше минут қайнаған соң сұйықтықты сүзіп алып, көк шай саласыз. Емдік шайды 15-20 минуттай тұндырып қою керек. Шайды күніне 2-3 рет қайталап демдеп ішсеңіз, бойыңызды билеген ауыртпалықтан арыласыз. Табиғи шырын. Қанды сұйылтатын керемет емдік сусын. Оның құрамында су, дәрумендер мен микроэлементтер болады. Аурудың алдын алу үшін күніне 1 рет 1 стакан табиғи таза шырын ішіңіз. Әсіресе анар, сәбіз, апельсин, ананас, таңқурай, құлпынай, лимон, мүкжидек, жүзім, алма, қызанақ шырындарын көбірек ішуді әдетке айналдырыңыз. Зығыр майы. К, Б, А, Е дәруменіне және жартылай қанықпаған майға бай. Майдың көмегімен қан тазаланады, сұйылады, ұйымайды, әрі жүрек қан тамырлары жүйесінің ауруларының алдын алады. Ол үшін күнде ашқарынға 1 ас қасық зығыр майын ішесіз. Егер жүрегіңіз айнып мазасыздансаңыз, онда майды тамақтанып алған соң ішуге болады.